Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз экспортты үйренетін боламыз, яғни Corel'дан қалай экспортировать ету керек екенін, қалай дұрыс және сол экспортировать етіп жатқанда қандай проблемалар, қателіктер кетуі мүмкін, сол жайлы өтетін боламыз сабақты. Бүгін біз қалай тифовать етіп үйренеміз, қалай дұрыс тифовать ету керек екенін үйренетін боламыз, және PDF-қа қалай айналдырамыз Corel форматтан, және apps форматқа қалай айналдырамыз векторный файлдарды Corel'дан, және қысқаша неше түрлі форматтарды дұрыс экспортировать етіп үйренетін боламыз Corel'дан басқа форматтарға. Photoshop болсын, Illustrator болсын, және басқа векторлық программалар бойынша. Ал кеттік, бастайық. Бірінші Corel'ды ашайық. Мен дайындап қойған сабақтарым міне. Мынадан бастайық. Яғни raster, мына бір сурет. Осы бір суретті дұрыс тифовать етеміз. Экспортировать етеміз. Дәл осы сәтте біз мұны TIFF форматына айналдыру, яғни тифовать деп жатқаным сол. TIFF-қа айналдыру форматы. Бұл жерде мен жеке форматтарды размерімен жазып кеттім, міне. Өзінің размерлерімен, өзінің өлшемдерімен. Яғни осы пропорция бойынша мында DPI дейді, бізде точка на дюйм, яғни әр пиксельге бір бөлінетін точка. Соны осы размерге байланысты осынша точка берілетін болады. Мысалы, біріншісі A4 формат. Мысалы, біз аламыз да экспорт басамыз, болса файл экспорт дейтін. Ctrl-E бассақ, TIFF-ті таңдайық. TIFF bitmap деген таңдаймыз. TIFF raster деген сөз. Осын таңдағанда, мына жерде қазір көрсетіп кетейін. Мына жерде select only, болмаса орысша версиясында выбрать одну деген болады. Осы жерде міндетті түрде бір галочка тұру керек. Тұрмаса қойыңыздар. Өйткені мынандай қателік кетуі мүмкін. Қойылмаса, мысалы осы бойынша кете берсін. Экспорт дейді. Бізге размері қарап отырсаңыздар, негізі мынандай размер ғой. Кейбір байқамайды да ұрып жібереді. Осы бойынша окей деп басып жібереді. Бұл жерде тағы бір көретін нәрсе, мына жерде галочка тұр. Яғни transparent background деген. Бұл жерде фон жоқ деген сөз. Яғни background деген фон болса, фонның прозрачный фон жасап берейін ба деп тұрады. Anti-aliasing деген тұра береді. Яғни осы жерде де бізге галочканы алып тастау керек. А мына жерде галочка үстінде тұра береді. Міне осы жаттарға көп көңіл аудару керек. Яғни мына жерде уже дұрыс емес деген сөз бізде. Егер де біз жарайды мына жерде өзгертіп, мұнан тифовать етіп жіберетін болсақ, жарайды точкасын 300 емес, мен даже 300 деп қазір көбейіп кетеді ғой. Даже мен бір просто бітмейтейін, мысал қалып. Кетті, және оның барлығын тексеру үшін мен Photoshop'тан ашайын. Қазір мынаны дұрыс әлі тифовать етіліп жатыр. Қазір мына жерге шығады. TIFF форматын таңдайық, Photoshop'тан таңдау үшін, ашу үшін міне raster дейді. Ашып қарайтын болсақ, қазір байқайсыздар, ашайын дейді. Міне, өздеріңіз байқағандай, бүткіл мына жерде Corel'да қандай бар бізде, соның барлығын экспортировать етіп жіберді деген сөз. Сондықтан мынаны белгілеген кезде Ctrl-E-ні басып, міне, міндетті түрде мына select only-ді басыңыздар. Дәл осыны аламды, мен raster 2 деп белгілейін, міне. Және мына жерде көңіл аударыңыздар, мына жерде барлығы без сжатия деп тұрады, uncompressed деп тұрады. Бұл жерде осылай егерде тифовать ететін болсақ, бұл жерде өте ауыр болып кетеді файл. Бұл жаңағы егер басатын печатный аппараттар болса, кейбірі риповать етеді, ол риповать еткен өте ұзақ және кейбірі көтере алмай қалады. Сондықтан мына жерде LZV compression дейді, сжатие LZV. Осыны міндетті түрде қоя беріңіздер. Оның сапасына қатты әсері болмайды. Экспортты басайық. Мына жерде міне барлық галочка алынып тұр. Және міне көрдіңіздер ғой. Мына размер, яғни 210-297 мм өлшем бірлігі миллиметрде тұра береді. Және мен айтқан бағанағы DPI деген отқанымыз мына жер. Яғни разрешение бізде. Оның сапасы жақсы шығу үшін 300 точка бер дейді. Точка деп отқаным DPI. Және мына жерде SMIC-та кетеді. Көрдіңіздер ғой. Бұл жерде оны RGB-ға да барлық неше түрлі форматқа ауыстыруыңыз болады. Бірақ мен сіздерге SMIC жайлы айтып отырмын. Міне SMIC, яғни бұл печатный аппарат SMIC-те басады. Міне. Қанша жерден оны қазір сіздер
grayscale ма RGB-ға жіберсеңіздер де аппарат смикте басады, яғни 4 цветтік 32 биттік немен басады. Кеттік, басайық, окейді. Кетті. Photoshop'тан алып тексереміз. Міне, raster 2 деп тұрады бізде. Міне, толық шықты. Бұның размерін тексеру үшін мына жерде оң жағын бассақ мышканың размер изображения дейді. Міне шықты. Қарап отырыңыздар, міне мына сантиметр мен миллиметр келтіңіз, сіздерге түсінікті болу үшін. 210-да 297 миллиметр 300 точка, пиксель на дюйм дейді. Міне, менің айтып отқаным соған осы. Мына жерде сантиметр болса, дұрыс емес, бұны фотошопта өзіңіз кейін сабақта көрсетемін. Міндетті түрде пиксель на дюйм деп есептеледі. Окейді басылады. Смикте тұр 8 дейді міне. 8 деген оны мен сіздерге тағы да келесі бір сабақта үйретемін. Неге 8? Бұл жерде 8, 16 дегендер болады. Мен сіздерге айтып отырмын. Так, дұрыс. Бұл форматтың, A4 форматтың, A4-тің экспорттау. Енді мына жерде неге мен осы каждыйына жекеліп тоқталып айтып отырмын. Мына жерде 3, яғни A4-тен A2-ге дейінгі аралықта форматтардың барлығы, яғни үлкен кіші болуы мүмкін, мынандай болуы мүмкін. Барлығын 300 точкаға дейін 300 точкамен типовать ете бересіздер. Яғни Ctrl-E, мына жерде барлығын бастыңыздар, жарайды повторить. Мына жерде 300 дейді ғой, мына 300, мына жерде жазылады. Міндетті түрде осы пропорцияны ұстаныңыздар. Ешқашан 150 болып қалмасын, ертеңгі сапасы нашар болып қалады. Бұл жерде 400 деп берсеңіз де болады, бірақ ол өте ауыр болып кетуі мүмкін. 300 нағыз оптимальный. Яғни ол бұрыннан сол бір қалай айтсам болады, ұсталынып келатқан қағида деуге болады. Яғни осы кіші форматтарда бізде 300, яғни жоғарғы точка бізде 300 деп есептеледі. Негізі одан көп беруге болады, бірақ ол неге көп беріледі? Егер де мына формат осыдан 2 есе кіші болса, міне мысалы A5 болмаса, A5 мынаның жартысы ғой, уже A6 дейма, осындай болатын болса, мына уже бізде яғни 2 есе болады, уже 600 деп беріледі. Түсінгендеріңіздей қаншалықты фото растр кішіреген сайын точка на дюйм DPI үлкейе береді. Мысалы визитка болса, уже ол жерде 1000-2000 деген точкалар беріледі. Бірақ ол типовать етпейді ешкім оны Corel'да басады көбісі. Келесі формат бізде формат бет размері міне A1, яғни уже бірте-бірте үлкейіп келеді форматтар. 60-та 80 деген размерден 1,5-да 2 деген размердегі аралықтағы точка 200-ден 150-ге дейінгі аралықта беріледі. Мен осы пропорцияны арнайы жасап қойдым, өйткені мен қалай айтсам болады, печатный компанияларда, цехтарда, еше түрлі фирмаларда жұмыс істедім, және тәжірибем Құдайға шүкір бар деп айта аламын. Және осы ұстанымды ұстансаңыздар, қағиданы, осы бір пропорцияны ешқашан қателеспейсіздер, жаңылмайсыздар. Мысалы, мына точканы жаңағындай қайталап типовать етейік. Raster 3 деп қойын. Окейді басамыз. Мына жерде 300-дің орнына 200 деп типовать етейік. Міне. Енді мен Photoshop'та ашам. Raster 3 деген типовать етейік. Міне қарап отқандарыңыздай шықты размер. Жаңағындай тексереміз. Оң жағын басып размер изображениені қарасаңызда міне барлығы тұр. Окейді басамыз. Бұл жерде мына қолды алып размер при печати деген бар. Осын бассаңыздар міне сапасын тексересіздер. Мына жерде 100-200 дегендерге қарасаңыздар міне ол деген во весь экран. Размер при печати деген ғана тексересіздер. Естеріңізде болсын. Біреу айтуы мүмкін, мысалы 200-ге болмасы 400-500-ге дейін көбейтуге болады. Мына жер несін пайызын, процентін. Ол сіздерге ешнен келмейді. Міндетті түрде мынағана көңіл аударыңыздар. Размер при печати дейді. Яғни размері осындай болса 40-та 60 мысалы. Осы, яғни аралықта сапасы осылай шығады. Міне келесін типовать етіп көрсетейін. Үлкенірек размерді. Міне яғни 1,5-да 2 деген размер типовать етейін. Raster 4 дейін. Яғни бұл жерде уже кішкене мен 150 жасайын. Яғни размер үлкейіп тұр ғой. 150 жасайын, ол кішкене уақыт алуы мүмкін типовать етуі. Өйткені размер үлкен, точкасы әлі болып жатыр дейді. Жүріп жатыр дейді.
ашайық. Міне бағанағы айтқандағындай тағы бір точкасын тексерейік. Размері міне айтқандай 1,5-да. 1,5 дегенде мына размер ғой, міне мына жер 1400 деді, мен 1500 деп округлять ете саған. 2000 деп тұр. Точкасы 150 дұрыс. Мынаны үлкен экранға келтірейік. Размер печать басайын. Міне сапасы. Мына қазір экрандағы размер 1,5-да 2 деген, 1400-де 2000 деген размерде тұр ширинада. Міне бұлай қара әкесеңіз, уже солай шығып тұр дейді. 100%-да тексерсек бұлай. 200-де тексерсеңіздер бұлай. Яғни барлығы дұрыс шығып тұр. Смикте тұр бастысы. Нередегі табір көңіл аударатын жайт, міне мен сіздерге айтқандай, мына жерде қазір таблица келтірейін. Міне файлдың размерлері көріп отқандай онша үлкен емес. Егер де мен дәл осы қазір мен міне растер 4 тифовать еттім ғой, 126 мегабайт. Осыны мен қазір без сжатия дегенді басайын. Uncompression. Міне растер 5 дейін. 150-де тұр. Бұл қазір ұзақ болады. Қарап отырыңыздар. Міне қазірдің өзінде 385 болды. Бұл әлі жүріп жатыр. По-моему. Болыпты. 300 көрініп отқандарыңыздай 3 есе салмағын көбейтіп жіберді. Яғни салмақ деп отқанда виртуальный салмақ қой, енді ол деген аппараттың жаңа печатный аппараттың реповать ету дейді, дайындайтын печатқа сол программаны, компьютерді ұзақ қорытады. Келесі размерлер, келесі өлшемдер бізде міне кішкене үлкенірек размерлер, баннер болып келе жатқан размерлер. Міне 2000-да, яғни 2 метр, 2,8, биіктігі 2,80, ені 2 метрлік файлдар. Мына жерде 3,5 метр ені, биіктігі 5 метрлік файлдар. Бұларға 100 точкадан 72 точкаға дейін ғана беріледі. Яғни байқап отқандарыңыздай кішірейіп келе жатыр пропорциясына. Размер үлкейеді, размер үлкейсе точка кішірейеді. Размер кішірейсе точка үлкейеді. Сол пропорцияны түсініп алсаңыздар болды. Бірақ осы размерлерге әдейі жазып отырмын. Осы бір аралық ұстансаңыздар түк қиын болмайды. Мына 3,5-да 5 дегенде 100 ғып берсеңіздер де еш нәрсе етпейді. Бірақ тек қана аппаратты түсінуіңіз керек. Аппарат қазір 720 точкалық деген бар, 320 точкалық, 1440 дегендер бар. 1440 еркін қиналмай баса береді. Ал 720 дегендер, олар уже мынаны міндетті түрде 100 берсеңізде 72-ге түсіріп алады, міндет сапасын, яғни одан артық бере алмайды ғой өйткені. Егер 1440 болса, уже запаспен сіздердің 100 точкаларыңызды спокойно басып береді. Яғни 1440 деп отқанымыз 144, 720 деп отқанымыз 72. Міне. Так, келесі мынаны тифовать етіп көрейін, 72 точкаға растер 6 дейін. Мына жерде қайтадан uncompression LZV-ға келтірейік. Растер қанша? 6. Кеттік. Мына жерде 72 точка. Барлық нелер тұр. Мына жерде смик барлығы. Кетті. Photoshop'та ашайық. Мен неге Photoshop'та ашып жатырмын? Өйткені Corelмен жұмыс істеген адам, оны тифовать еткен, экспортировать еткендіктен, яғни міндетті түрде тиф қайналғандықтан оны Photoshop'та тексеріп алған дұрыс болады. Өйткені біз көрмейтін жағдайлар выделять еткен кезде кетіп қалса, ол міндетті түрде печатқа келген кезде шығып қалса өте кеш болады, және жөндеуге уақыт қайта-қайта переделывать ету, қайта-қайта жөндеу, ол әрине адамның жүйкесінде тоздырады, уақытын алады. Сондықтан жұмыс істеген соң асықпай, осыны бір тексеріп алған дұрыс болады өздеріңіз үшін. Яғни Corelмен жұмыс істеп жүрген адам Photoshop'та да орнатып алса, осыны өз үшін, болмаса қайттан өзіне импортпен Corel'да тексеріп алсын, қателіктер болмасын. Өйткені біз кейбір растрларды аламыз, тифовать еткен кезде мына жердегі бір жерден ұшып кетуі мүмкін, болмаса мына жерде қисық кетіп қалуы мүмкін. Енді ол элементарный қарапайым нәрселер, сол тексеріп алу үшін бір ашып тексеріп алған дұрыс. Тек қана экспортировать етіп, бітті флешқа көшіріп бере салу, ол енді аз болады. Бір тексеріп алған дұрыс. Размерін тексерейік.
3,5-да 5. Мына жерде ол pogрешностьтар бар, оны қолмен түзеп жүрсек, міне тура 72 точкада окей. Енді жаңағындай тексеріп көрейік. Размер при печати дейді міне. Мына жерде мониторда солай көрінгенмен, бұл жерде размер тағы бір естеріңізге салып өтейін. 3,5-да 5 деген размер, яғни бір этаж үйдің қабырғасы ғой. Яғни 5 метрдің өзі даже 2 этаж деп есептеледі, 2,5 метрлік стена болса. Яғни бір стена бір үйдің қабырғасына келетіндіктен, мына жерде ол бізде мониторда жай көрінгенмен, алыс үлкен размерде ол білінбей қалады. Яғни бұл кішкене pogрешностьтар дұрыс деуге болады. Ал келесі размер бізде уже Brent Maurer размерлер, яғни бір ғимараттың қабырғасына келетін размерлер. Мысалы, ені 7 метр, биіктігі 10 метрлік. Бұл жер тек қана условно, яғни міндетті түрде осындай размер болу керек деген емес. Осы размер примерно, осы размер болып тұрса, осыншама точка қою керек деген мағынада сіздерге көрсетіп тұрмын. Мына размерде бізде бұны кейбіреулер алады да, мына 3,5 метр, 5 метрлікті де алады тифо деп жүреді. Бұл жерде дайындау, файлды дайындау деген мағына бар. Оны мен арнайы тоқталып өтетін боламын, бірақ қазір қысқаша өтейін. Мысалы, мына осындай вертикальный баннер болса, баннер деп есептейік, Brent Maurer басатын болса. Бұны негізінде заң бойынша, енді өзінің несі бойынша, былай. Аппараттың размері бар ғой, басатын, яғни баннердің размері бар. Осы размер бізде материалдың 320, яғни 320 мм, 3200 мм. Біз оны аламыз, бізде рабочий 3100 мм. Яғни осылай задавать етеміз размерін келтіріп міне. Және әрбір баннер жасаған кезде мынандай нәрсе бар. Бірінен бірі айқастырып басу керек 5 мм-де, яғни 50 мм-де. Оны нахлёст дейді. Бәріңіз естіген шығарсыздар. Осыны бір нахлёст бір келтіріп аласыздар. Әне мына жерге келтіріп, тағы да бір айқастырып аласыздар. Бір жер келмей қалса, бірінің үстін бір жауып кетеді. Осылай кесіп дайындап алады негізінде баннерді. Сосын жеке тифовать етеді. Міне мен қазір жеке алып шығайын. Міне. Яғни өздеріңіз байқап отқандарыңыздай, міне 5 мм, 50 мм айқасып тұрады. Яғни осыны уже тифовать етеді. Кейін бұларды өздері клейлеп алады да, сосын іледі, монтаждайды. Бұл Brent Maurer жайлы айтып кеткенім. Brent Maurer'да байқап отқандарыңыздай 30 dpi-ға дейін келтіріп түсіруге болады. Өйткені бұл өте үлкен размер. Біріншіден аппарат үйтіп көтере алмайды. Қанша точка берсеңіз де міндетті түрде өзінің пропорциясын келтіріп алады. Ал мынаны біз берсек, біз бірден файлды жеңілдетеміз және қиналмай, яғни біздің грамотный екенімізді білдіртіп, қайта-қайта файл переделать етпейміз. Осы размерді осы dpi-ға бере береміз. Міне бұл растр жайлы болды сабақ, яғни Corel'ды қалай экспортировать ету керек екені, именно сол файлды қалай тифовать ету керек екені үйрендік. Келесі біздің форматымыз, яғни PDF форматқа айналдыру. Corel'ды, Corel'мен жеке-жеке парақтарын жасаған, бұрынғы жұмыстарым, бір логобук жасаған едім бір жылдары. Осыны мысал қалайын, мына осыны біз PDF-қа айналдыруымыз керек. Яғни ашқан кезде слайд болатындай. Бір файлда неше түрлі көп парақ болатындай. Қысқаша тілмен айтқанда. Міне біз аламыз да PDF форматын таңдаймыз. Міне осыны лақтырдық. Мына жерде қарап алыңыздар, барлық галочка өшіп тұрады. Міне мына жерде бізде бүткіл форматты келтіріп тұр. 1-ден 5-ке дейінгі аралық. Міне санап аламыз 5 парақ, дұрыс. Егер де бізге осыны бір тифовать етейік, мына жерде бір қате көрсетіп тұр дейді. Не дейді? 5-ші парақта бізге парағымыздан шығып тұр дейді. Яғни бұны ашамыз да тексереміз. Не шығып тұр дейді. Аха. Мына қараңыздар, мынандай контур беріледі ғой. Осы контурды алып тастасаңыздар, қараңыз, қате шықпайды. Міне, қате жоқ дейді. No use. Яғни осы оны жіберейік. Кетті. Енді біз оны ашамыз. Міне. Открыть басайық. Міне. Көріп отқандарыңыздай жеке-жеке міне. Бір файлда 5 парақ тұр. Яғни PDF форматта уже сіз айналдырып алыңыздар.
Енді сізге мысалы қараңыздар, бірінші, екінші, үшінші парақ, осы аралық 3 парақ керек дейді. Сол кезде сіз аласыз да, бұны басқа бір 2 деп қояйық. Мына жер таңдайсыз. Pages дейді, парақтар дейді. Бұны аласыз да, өтірмен 2, 3 дейсіз. Мына жерде өтір бол керек, міндеттер точка емес. Кетесіз. Ашайық тағы. Міне, 1, 2, 3 парақ көріп отырсыздар ғой. Міне, мына жерде жазылып тұр. Енді келесі формат қойдық. Бұл PDF болды. PDF формат жасауды үйреніңіздер. Яғни келесі бізде так, мына мысалы дайын листовка, осы дайын листовканы JPEG-қа айналдыру. Яғни бізде көп нәрселер болуы мүмкін. Өзіміз бір эскиз жіберуіміз керек па, сол кезде мұны келтіреміз. Мына мен шетке алып қойын. Мына жердегі формат бізде A4 болып тұр. 21-де 30 болып тұр. Егерде мына формат бізде үлкен болса, қолмен асыз, мынандай үлкен формат болса, бұны не істейміз? Бұны бірден өзің размерде тифовать етіп отырғанша, JPEG-ға айналдырып отырғанша, бұны біз ала салымыз болады, кішірейтіп, міне алып, мына жаққа форматқа сиятында. Яғни біздің мына еніміз 210 ғой, міне 210 болса, жан-жағын орынғасын 190 деп қойық. 1 сантиметрін, міне. Бұны өстіп кішірейтесіздер. Енді тифовать JPEG-ға айналдырайық. Ctrl-E, файл, экспорт. Ctrl-E. 0 деп қойын. Мына жерде мынандай нәрсе бар. SMIC деп тұрады. RGB деп тұрады. 3 формат, Grayscale. Біз SMIC-ке келтірейік. Міне, өзіңіз байқап отқандай 300 точка. Размері дәл сол біз айтқандай, мына жердегімен сәйкес кеп тұр. Окейді басамыз. Егерде біз бұны почтамен, электронный жібергіміз келетін болса, ол бізде, мысалы қараңыздар, кейбіреуінде ашпай қалуы мүмкін. Міне 0 дегенбіз. Міне 1,5 мегабайт дейді. Яғни бұны свойствосына кіріп көрсетейін лучше. Міне 1,5 мегабайт. Почтадан өтпейді, кейбірі телефон ашпайды, ауырып жатса. Бұл почтадан аша береді негізінде. Егер телефонға деп отырса, уже бұл почтадан жаңағы WhatsApp-тан жібер десе, ол бізде WhatsApp-қа файл болып келеді. Сондықтан бұны аламыз да, біз JPEG-қа айналдырып, соның ішінде RGB-ға келтіреміз. Ол не үшін? Өйткені бұл жерде аз цвет болғанда, RGB 3 цветный, SMIC 4 түстік. Міндетті түрде бұл қарап алыңыздар, 3 точка. Бұл жерде ол салмағы өте жеңіл болып келеді, қарап отырыңыздар. Міне 0,0 деген свойствосына кірейік. Міне қарап отырыңыз. 350 ғана килобит, даже мегабайт та жоқ. Суреттің сапасын қараңыздар, міне. Айырмашылық тек қана бұл жерде түспен ғана, яғни мына қанық болады SMIC, ал RGB бізде кішкене блеклылау болады, яғни түсі кішкене оң көткенге ұқсап тұрады, бірақ айырмашылық қатты білінбейді шындап келгенде, міне. Ол JPEG-та телефонда басқаша ойнайтын болады. Мына біз JPEG-ті айналдыруды үйрендік. Келесі бізде мынандай бір бізде логотип болатын болса, осыны біз PNG, яғни без фоновый файлға айналдырамыз. Фоны жоқ, осылай қалай көрілдатыр, сондай айналдырамыз. Және apps форматта қалай айналдыру, иллюстратор, яғни осы үшеуінің экспорты ұқсайды бір-біріне. Келтірейік, ал міне. Бірінші нені таңдайық? PNG, яғни без фоновый формат таңдайық. Міне. Кеттік. Мына жерде RGB-ға айналдырам дейді түсін. Біз өзіміз таңдай аламыз. SMIC, RGB трехцветный, яғни палетовый дейді. Палетовый датқанымыз SMIC-қа 4 цветке пантоновый келтіре аламыз. Мына жерде галочка қойын ба, или фонды алып тастайын ба? Міне, галочка қойып тастайсыздар. Мына жерде точкасын тексеріп аласыздар. 300 точка көбейтуге де болады. Кетсін. Енді Photoshop-ын тексереміз. Ашамыз. Мына жерде барлық форматтарды. Мына Photoshop қызық екен, өз форматтарын бәрін жазып қоймасақ, жеке-жеке нетпей. Міне біздің форматымыз. Біз PNG форматын істейміз. Аштық.
міне өздеріңіз байқап отқандай фон жоқ. Мына файлды жеке-жеке алуға болады. Келесі файл бізде келесі формат, дәл осы файл IPS. Міне. Замена жасалайық. Мына жерде смикке айналдырам дейді светті. Мына жерде бізде RGB-да тұрған болу керек, барлығы құдай біледі. Бәсе, мені байқап отқаныңызда RGB-да тұр екен. Кете берсін, жарайды. Өз бұл бір жақшы жер сұрап отырады, не істейін деп. Смикке айналдырады, кет. Ашып тексерейік. Міне, IPS формат. 300 точка берді, кішірейтіңізге болады. Міне, байқап отқаныңызда бағанағындай смикке келтіргенде мына жасыл, қызыл. Міндетті түрде RGB мен айырмашылық болады. Қазір мен PNG-ді ашып көрсейін, салыстырмалы түрде жанына. Міне, яркий болады, біреусі қанық, біреусі кішкене қалай айтсам жаңағы оңып кеткен сияқты болып тұра ма, болмаса енді қанық емес деп айтайын, сондай болып шығады. Жай сияқты болып көрінеді. Мына жерде мысалы жасылдың өзі кәдімгі теплый жасыл дейді ғой, мына жерде холодный жасыл. Сол сияқты. Мына жерде қызғылт болса, таза қызыл қанық болса, мына жерде кішкене басқаша қызыл. Және осыны SVG форматында айналдыруға болады. Яғни табайық. SVG мені. Окей. Бүткіл характеристик по умолчанию тұрады. Бетмумқа айналдырам дейді. Вектор болып қалады. Окей. Бұның тексеру үшін қайтадан мысалынан өшіріп тастайын да. Ctrl-I арқылы, яғни input арқылы сол файлға кірейін, папкаға кіріп, қандай еді біздікі SVG, яғни мына формат бізде. Кіремізді свойствосын қараймыз. SVG, міне SVG формат. Осы интернеттерге байқап отқандарыңыздай, бұл контуры көрініп тұр. Векторный екені. Түс өзгертіледі. Осы сіздерге үйретейін дегенім, бар білгенім, яғни біреулеріңіз артық біліп жатсаңыздар түзей жатасыздар. Менің білгенім бойынша үйреттім, яғни менің опытым бойынша осы мысалы JPEG растр форматын, растровый суреттерді қалай дұрыс цифрлать ету керек екен, және қалай PDF-қа айналдыру екен, көп парақты файлдарды, және мына дайын бір корловский форматтарды қалай JPEG-қа айналдыру керек екен, барлығы экспорт арқылы жүретін процесс, яғни бір логотип болсын, кез келген бір затты экспорттау, және мына жерде PNG формат, PSD формат болсын, CMX, SVG формат болсын, келген форматтарға айналдыру екен, оны сіздер көріп үйрендіңіздер, және бұл жерде векторда ондай сіздер бағанағы растрда үйреткендей ондай DPI точка дегендер жоқ. По умолчанию сол размерде келе береді, яғни үлкейтіп кішірейтсеңіздер де өзгермейтін жағдай, ол ең басында үйретілген сабақ, растр мен вектордың айырмашылығы сода. Бастап сіздерге үйретейін дегенім осы. Ұнап жатса лайк басыңыздар, және достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар, қазақша контентті қолдап отырыңыздар. Келесі сабақта, құдай қаласа, тағы да пайдалы бір сабақ өтетін боламын, құдай қаласа. Сол, аман болыңыздар, сау болыңыздар, ауырмаңыздар.